Билік үшін қызын сатқан әрине бұл Бақытшы Жамалдағы Сәрсенбай. Жалпы кішкене мазмұнына келетін болсақ, Сәрсенбай 42 жасына дейін баласы сүймейді. Сонымен ойласып 42 жасында тоқалдық шешім қабылдап 14 жасар шолпанға үйленеді. 2 жылдан кейін бар осы Жамал дүниеге келеді. Жамал әдемі көрікті қызы өседі. Сол уақыт арасында Сәрсенбайға ауылда жүрген екі атқамінер кісі келіп, Сәрсенбай, сен мына өзіңмен көпке бара алмайсың, малыңмен көп жүре алмайсың, бір атағың қалсын деп билікке келіп, сайлау басталады деп, 2 айдан кейін сен дайындал дейді. Ол малын салып, дайындалып, шығындалып, бірақ өкінішке орай биліктен ұта алмайды, сайлаудан өте алмайды. Қарсыласы жеңімпаз Байжанның құдасы Нұрпейіс болады. Нұрпейіс оған ашуланып, біраз настроение түсіп, қалай да болса келесі сайлауда болсын жеңуім керек деп оймен жүреді. Сонымен арада 5-6 ай өтеді. Осы жаңа Байжанның 17 жастағы баласы бар екен. Жұман деген Жамал ақылсыздау, шашы да жоқ, басы да. Осы баласын үйлендірейін, әдемі бір қыз алып берейін деген оймен қыз іздеп, осы Жамалға көзі түседі. Сәрсенбайға келіп құда түсіп, Сәрсенбай қуанып, бәйбішесіне тоқалын айтып, бірақ тоқалы келіспей, Жамалдың шешесі, бірақ оған қарамай, екі жақ құда келісіп, қалың малын алып дайындалады. Сол уақытта Жамал 15 жаста екен. Жамалдың негізінде өзінің жігіті болады, сүйген Қали деген. Осы екеуі естіп, бір қашып кетуді ұйымдастырады. Екеуі қол ұстасып, бір түнде атқа мініп екеуі қашып, 3 күн жүріп, ағашылардан жеткеннен кейін Қали ауырып, 13 күн бойы төсекте жатып, 13-ші күні қайтыс болады Қали. Өкінішке орай. Жамал біраз қайғырып, жігіттің де қыздың да әке-шешесі келіп намаздап, Жамалды Байжанның үйіне апарады, келін қылып, сонымен біраз жүреді. Сол уақытта декабрьдің ортасы болып, Жамал күйеуінен біраз таяқ жеп, қалай да болсын біреудің үйіне барып, самауыр қайнатып берсем де күңі болсам да әйтеуір сол жерде жүрейін деп, одан да қашып кетейін деп ойға келіп, сол қыстың ортасында атқа мініп түнде қашады. Сол 20 шақырым өткеннен кейін ауылдан қатты боран басталып, Жамал адасып, далада боранда үсіп тоңып қайтыс болады. Бақытшы Жамал осымен бітеді негізі. Сондықтан есілші оқыңыздар. Әдемі кітап, әдемі роман. Қазақтың тұңғыш романы. Тіркеліңіздер, подписка жасап, ұнап жатса лайк басыңыздар. Рахмет.